Басыма бәле іздеп жүргем жоқ. Бар болғаны, талға жау болар азық іздеп жүрген қарапайым мысықпын. Одан да маған қалтаны қалай қампайтуға болатынын айтыңдаршы. Сау басыңа, сақина тілеп алдың деген осы. Ет киген мысақ. Тәртіп сақшысына қалаға қайтып келгеніңді айтса қалай болар екен, а? Сияқыны теңде етіп бөліп аламыз. Мысықты неге ашуландырасыңдар? Ендігер оның ашуына тимеңдер, әйтпесе оңбайсыңдар. Әулие Майкл шіркеуінде қасиетті Гваделупалық Құдай ана Мәрияның алтын мүсіні бар. Мен шіркеу тонамаймын. Балалар үйіне күміс шырағдандар тарту етілген, соларды алсаңшы, үйіңе көрік беріп тұрады. Балалар үйінің затына тиіспеймін. Ендеше Джек пен Джилді тона. Танаш, есіңнен адастың ба? Не дедің? Джек пен Джилл есімді атышулы қылмыскерлер ойда жоқта сиқырлы бұршаққа кенелді. Менімен бұлай әзілдеспеңдер. Өмірімнің тең жартысы соларды іздеумен өтті. Сиқырлы бұршақ деген атымен жоқ. Жоқ, мысық, біз оны өз көзімізбен көрдік. Мына бұршақтарға қатысты неше түрлі аңыз бар. Мәссаған. Оның шырмалған сабағы Дьюдің мекеніне апарады. Ол жақта алтын жұмыртқа басатын қаздар тіршілік етеді. Алтын жұмыртқалар? Бір рет тонасаң, өмір бойы қарның тоқ болады. Өміріңнің соңына дейін оған алтын жұмыртқаларды көрсетші. Жоқ! Өтінем, осы көрсеткеніңде жетіп жатыр. Өз-өзіне өлім тілеп жүрген мысық қана Джек пен Джилдің бұршақтарына қол сұғады. Менің бір ғана тілегім бар. Ол ескі қарызды қайтару. Бұл мен үшін керемет мүмкіндік. Сонымен, Джек пен Джилді қайдан табам? Кешіріңіздер, бос бөлме жоқ. Жаңа ғана бір бөлме босады, сол жерге жайғасайық. Таңға сәкелуді ұмытпа, шай-пай ішіп жүрек жалғап алайық. Тәтті тоқаштан көбірек сал, тоя жегенді жақсы көрем. Тәтті тоқаш жоқ болса, қайдан алам? Джилл, менің бір ұсынысым бар. Айта бер. Сиқырлы бұршақ шаруасын бір жақты қылып, әп-әдемі алтын жұмыртқаларды түгел жинап алған соң... Иә, содан? Ұрлық пен қарақшылықты қойып, жаңа өмір бастайық. Қазіргі жағдайымыз да жаман емес, бірақ менің бала сүйгім келеді.